Баршаңызға қайырлы күн. Арнама қош келдіңіз. Сізді өз арнамда көргенім үшін қуаныштымын. Бүгін сіздермен мамықтай жұмсақ, үлпілдек боп шығатын бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Олай болса, видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып отыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысқа жылы сумен жылы сүтімізді құямыз. Содан соң кішкене араластырып жібереміз венчигіміздің көмегімен. Артынша қантымыз бен ашытқымыз салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Міндетті түрде ашытқымыз еруі керек, сол себептен жақсылап араластырып алыңыздар. Содан соң 2 шай қасықты толтырмай тұзымызды салып, тағы да бір араластырып аламыз. Массамыз біртекті болғанша, яғни бір қалыпқа келгенше жақсылап араластыратын боламыз. Өйткені ашытқымыз жақсылап еруі қажет. Содан соң майонезімізді салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Артынша сұйық майымызды қосып, оны да тағы да жақсылап араластырып аламыз. Массамыз біртекті болғанша. Сұйықтығымыз дайын. Енді үстінен ұнымызды електен өткізе отырып, біртіндеп қоса бастаймыз. Бізге қажетті ұнның тең жартысын осылай венчикпен араластырып отырып біріктіретін боламын. Құрамына қажетті заттардың барлығын төменге описание бөліміне қалдыратын боламын. Міндетті түрде грамм-граммен қосып жасаңыздар, сіздерде өте әдемі үлпілдек бауырсақ шығады. Қамырымыздың басы бірігіп, осылай қоюланған соң, үстінен қалған ұнымызды електен өткізіп алып, қолмен илейтін боламын. Достар, қазақша фудблогтың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Осылай кішкене сұйық май құйып, үстінен тағы да қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Ыдысымызға аздап сұйық май құйып, ішін майлап жіберіп, қамырымызды салып, бетін жауып, 30 минутқа көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Отыз минут өтті, қамырымыз жақсы көтерілді. Енді қолымызбен басып, жақсылап. Тағы да бір қамырды бір қайырып, 20 минут шамасында демалуға, көтерілуге тағы да қойып қоямыз. Арада 20 минут өтті. Қамырымыз өте биік, әдемі болып, үлпілдек болып көтерілді. Енді қамырымызды теңде 2 бөлікке бөліп алатын боламыз. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Қамыр оңай жайылу үшін сұйық май немесе ұн сепсеңіздер болады. Қамырдың қалыңдығы шамамен 1 сантиметр. Енді қамырымызды дөңгелек форманың көмегімен кесіп шығамыз. Дөңгелек форма болмаса, стақанда жарайды. Кесілген бауырсақтардың бетін жауып, кеуіп қалмас үшін тағы да көтерілгенше 20-25 минутқа қойып қоямыз.
Бауырсақтарымыз тағы да жарты сантиметрге көтерілді. Енді қызып тұрған майда орташа отта салып пісіреміз. Міне осы кезде оттың дұрыс болуы өте маңызды. Егер май қатты қызып кетсе, бауырсақтың сырты күйіп, іші піспей қалады. Керісінше, отыңыз баяу болса, бауырсақтарыңыз оңайлықпен қызармайды және қатты болып қалады. Сол үшін орташа отта екі жағын аудара отырып, асықпай пісіріп аламыз. Негізі бауырсақтарды табада пісіру қолайсыздау. Бауырсақ майға толық батпағандықтан біркелкі сарғаймайды. Мүмкіндігінше бауырсақтарымызды кішілеу биік ыдысымызда пісіргеніміз дұрыс, себебі бауырсақтарымыз біркелкі және майымыз да үнемді болады. Қалған бауырсақтарымызды да дәл солай пісіріп алатын боламыз. Бауырсақтарымыз өте биік, әдемі, үлпілдек, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаған болса, міндетті түрде пікір қалдырыңыз. Келесі видео рецепттерді жіберіп алмас үшін арнама жазылып қойыңыз. Астарыңыз дәмді болсын.